Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге асқабақты самсаның жасалу жолын көрсетемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, пікір жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңызға өте мұқтажбын. Алдымен жылы сүтті аламыз. Оған дұрыш, разылхетел, тұз, шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластыру қажет. Келесіде жеуге жарамды кез келген май жарай береді. 2 ас қасық қосасыздар, оны да жақсылап араластырасыздар. Келесіде електен өткізілген ұнды біртіндеп қоса отырып, жақсылап араластырып қамыр илейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біркелкі етіп, електен өткізу міндетті, себебі көтерілуіне бірден бір себебі тиетін болады. Қамырымыз осылай болады. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенін күтетін боламыз. Оған дейін арасына салатын салмасын дайындаймыз, яғни асқабағымызды көбіктеп турап аламыз. Мен алдын ала турап ашып алдым, уақыт өтпеу үшін. Осылайынан немесе үккіштен өткізуге де болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Қамырымыз көтерілді. Ұнның көмегімен онды себе отырып, бөліктерге бөліп, домалақ етіп шығаратын боламыз. Қамырды қалың не жұқа етпей, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, арасынан салмасын салып, үшбұрыш етіп, бүгіп шығамыз. Міне екіншісінде көрсетейін. Ұнды себе отырып, үшбұрыш етіп самса жасайтын боламыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне қаласаңыз күнжіт немесе мак себуге болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Қызуы енді ол пешіңіздің температурасына қарай көресіздер. Қатты қызып кетсе 180 градусқа дейін қоюға болады. Міне біздің самсамыз дайын, өте керемет болып көтерілді. Қарап тұрғандарыңызда өте жұмсақ болады, дәмі де ерекше, өте дәмді болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтемін. Сау саламатта болыңыз.